Гүлімканың қылдай болатын бүгін екінші күні. Всем привет, қалайсыздар? Арықтайым десең осы ғой, әйтеуір үйде күшті бірдеңелер дайын тұра. Таңертең ұйқымыздан тұрсақ, осындай әп-әдемі торсиған бауырсақтармен тұрдық. Таңертең мамам, енем, яғни таңертең ыстықтай бауырсақ қорып қойыпты. Ана бауырсақты өйстіп вареньеге батырып отырып, шай ішкенге не жетсін, е? Бұған жеткенде де бар, жетпегенде де бар деп. Арықтасаң от души арықтайын деп, нан жеп арықтайын деп, негізі нанды жемей жүрмін ше. Бірақ енді мынандай таңертең ыстық бауырсақ тұрған кезде қалай ыстық бауырсақтан бас тартасың, қыздар? Солай не керек, мамамның ыстық пісіріп қойған бауырсағымен томпиып алып шай ішіп алдым. Солай ғой, өзі арықтаймын десең әйтеуір алдыңнан күшті бірдеңелер шығып кетеді ма, бір бәле ғой. Ал енді қыздар, мен енді жаттығу жасап бастағаныма уже екінші күн ба бүгін? Екінші күн деп жатыр қой, бастап жасап атқаныма. Мә, қыздар, мен денемді ала алмай жүрмін ғой. Ойлап қоям, мә, қатты жаттығулар жасап қойдым ба деп, құрсын қалтты болып, қылдай болып қалармын деп қоям, ойындап. Ал бүгінгі менің күнім қалай өтті, қалай жастадым, жаттығуды бірден бастап кеткен жоқпын әрине. Кәдімгідей келінді өмірдің қызығы мен шыжығына толы қызық шыжықтар жұмыстарымды жасап барып жаттығуға кірістім. Бүгін бізде кешкі тамаққа бешбармақ, сондықтан таңертең өзім кеш тұрдым деп жатырмын ғой. 11-де тұрғаннан кейін сағат уже 12:30, 1-ге таман уже кешкі тамақтың қамын кіргізіп, уже кешкі тамақты салып қойдым. Сосын әдеттегідей деппін ғой. Солай өзімнің анамның тірліктерін бітіріп, әбеткі жұмыстарын жасап болғаннан кейін барып, жаттығуым жасадым. Өйткені таңертең мен білесіздер ғой, енді бала шағам болғаннан кейін олармен алысып жүріп таңертеңге жасай алмайсың. Бірақ той бандай тамақ ішіп жүрген жоқпын. Енді мен айтып жатырмын ғой, пыпысыз жасаймын нені деп, диетаны деп ше, диетасыз ешқандай диета ұстамай-ақ жаттығу жасап арықтаймын деп жатырмын. Енді білмеймін, енді бүгін екінші күн, бірақ енді деген денемді ала алмай жүрмше, ауырып жүрден денем, қолым, аяғым бәрі енді бірден бастап кеткеннен кейін енді жайлап жасап жатырмын ғой. Соның өзінде көп қозғалыс болмағаннан кейін сондай болып тұр. Мә, қыздар, өтірік айтпай қояйыншы. Мә, қыздар, мен деген негізі хореографпын ғой. Мә, шпагатқа отырайын десем, шпагатқа отырылмайды. Ойбай деген соң ғой, денем ашылмайды ғой. Менің шпагатқа отыра алмайтынымды естіп қалмасын. Мә, отырайын десем, аяғым ауырады ғой. Bir отырып тұрғам ғой. Отыра аламын, но бірақ аяғым ауырады ше. Бұрын емін-еркін отырып тұра беретінмін ғой. Енді 3 жыл болды ма, уже денем қатып қалған ғой. Мә, қасқа. Мә, батыстарша әйтеуір қасқа деп қоймаппын ғой. Мә, мына келінде хореограф деп кім айтады? Құрсын ертең жұмысқа берсе, күзде жұмысқа шығамын деп жатырмын. Құрсын мына түріммен кім алады жұмысқа деп қоям ғой. Шпагатқа отыра алмай хореографта деп қоям ғой. Одан солай жаттығуды жасап, мә, от души жасадым бүгінгі жаттығуымды ше. Солай от души жасап бүгінгі тамақты бешбармаққа тойып алған соң ғой, қой құрсын мен жаттығу жасап жатырмын, құрсын жаттығуды ақтайын дедім да, күйеуім айттым, қой құрсын жүр кеттік, бала шағаны шығарып прогулка жасап қайтайық, құрсын арықтап жатырмын ғой, енді прогулка жасап қайтайық, жүріп қайтайық, мынаны тарқатайық, мына етті құрсын тойып тұрып ет жеп алдық, бір табақ деп тұрдым да. Солай күйеуімді алып шығып далаға шығып прогулка жасап шықтық. Содан кейін әдеттегідей прогулканы жасап болғаннан кейін, балалар жатқызып болғаннан кейін әдеттегідей қайттан жаттығуыма істедім. Бұл жолы кешкі жаттығуды аз істедім, өйткені денем жаман ауырып қалған. Көтере алмай жүрмін ғой. Ал сіздер мені бақылап жүрсіздер ме, бақыламай жүрсіздер ме? Ал бақыламасаңыздар, бақылап жүріңіздер. Мен бір күн салмай қойсам, маған штраф деп жазып жібересіздер. Ал енді маған лайк басып кетіңіздер.